Şeşit Hanım'dan denizliğinde. Keyiflerde sonra sanatlı olup, sözlerden Beşiktaş politikasına rahmet edilir. İlk sonra hasta, aslında kolejden akıllıdır. Sonra hastalar sonra adam dikkatlere orada akıllı oldu. Orada ülkemizin ömrümüz ayından yok oldu. Dönüşümler olsa o dönüşümler şey. Neyden? Gençliği vakti biliyorum. Ömrümde tehdit ediyorum. Ömrümde korkmayın yasakların reislerinin belli ortası bir nasıl aslında cürüm muhabbet. Burada teklif aleye etti. Böylece bizim bu okutan çok 6 ay teoriye okutan 6 ay pratik. Sonra biz başladık şimdi benim inşallah master kalıntı buraya bir şey bu var efendim gibi mamat yapmıştım. Onu tecrübe aktarına geçeceğiz. Hep sonunda da bağlarında köp okutabilmeyi aslında o bir teoriyası azdan okutuk, praktikasını, производство da götkörü tatlıkada da oluyor. Genetik kağıda yapacağız onu. Sonra okuttuk, şimdi bana aslında çok memberdi. Bu mesela sistemi Yapalım da kısırayım. İşte kafam kayda. Yıllarına zamanındaki Kırklı sayıda gelip Polat'tan yalnız borcumuz var. Sorun karşılığında benim Oralmay Boğan Kırklı Işık Ankara İdolları Татюшкаға интересно стало. Татюшкаға интересно стало, деймін. Ух ты, классно. Орындаушы ғана емес, сонымен бірге соны насихаттаушы, зерттеуші ағамыз Серік Османов ағамыз келіп отыр ендеше сол кісіге бір домбырамен ән сұрасақ деп отырмыз.
міне Болат ағамыздың рухы қолымызға оралды деген сөзсіз. Салтанатты жиын бұл мәсімға өткенде жақсы сөз айтылды. Я өздеріңіз тыңдадыңыздар. Болат ағамыздың кәсіптік техникалық білім беру тарихындағы ұлы еңбегі, реформаторлық еңбегі, жаңашылдығы, соны Мәскеуде сол кездегі СССР кәсіптік техникалық білім беру комитетінің бастығы орынбасары Осиповтың қалай айтқанын жаңағы Сағындық Наурызбайұлы мырза айтып өтті. Сағындық ағамызбай бір жасөспірімге береді. Айтқан сөзі өкімге айтқан екен. Естіген айтқан асыл сөз шындап кетуі дейді. Күймет қарсылды. Күймет қарсылды ағасында кісі сыйлайтын жер деген осы күйметті ақтап елесіне болды. Яғни сол көлігі әнеме айырды күйметті. Одан кейін жаңымызда жаңағы Неміс бар. Жаңағы деген қоғамның төрағасы Неміс. Одан кейін Марат Шәкеев болса келсек. Енді қорқысқа келген дегеніміз Орынбайға. Мынау Әбдікәрім ағамыздың әулеті жасай берсін. Тарауымға айналсын. Орынбайға мына халыққа, елге берген асыңыз, аман болсын басыңыз, өрлесін тасыңыз, жүзге жетсін жасыңыз. Сондықтан да міне осы сөзді қысқарта келгенде мынау жаңағы аудан әкім айтады. Колледж Болат ағам жақсы көретін, шежіре танушы болатын, керек танушы болатын, қазақтың шежіресін бес саусағына білетін. Болат ағамыз осы 20-шы ғасырдың 20-шы ғасыр басындағы ұлы педагог болатын болса, ұлы педагог болатын болса, мен жаңағы өзімнің бір кітаптарым бар еді. Қазақтың тұңғыш батыры, Кенесарының батыры, СССР ғылым академиясының педагогтар академигі. Мен айтып өзім әлі қапын жасымыз, әлі қапын беріп кітабым. Бұл кітап Москвада шыққан еді, бірақ мен ол жетпей қалдырған. Орысшасы Москвада шыққан. Одан кейін жаңағы осы сіздің колледжде, колледжіңізде. Ал енді осы Нұра елінде, Нұра жерінде Алланың нұры жаусын. Аспандарыңыздан шуға жаусын. Басқа тамыр кеше таршылық көрмеңіздер. Мұзға билеген көшені ұшып көрмеңіздер. Ауасын тұтқан сөйтіп бойда осы ұлы азамат бүгін плюс болып оралды. Ескерткіш болып оралды. Енді мына балалар үйленсе Болат ағаның басына бардың ба? Деп сұралады. Жолаушы жүретін болсаң, Болат ағаның басына батасын алып кеттің бе? Деп оралады. Жастардың жиналысы болса, Болат ағаға бардың ба? Деп айтылады. Сондықтан Болат ағаның өмірі жалғаса береді. Айтатын өлімі де есімізге түсіп отыр қазір. Сондықтан бауырым ерекше еді әрине. Бүгін соны ұлықтап отырмыз. Атағы жер жарады. Кім десең енді ол біздің Болаттың орнын бөледі. Бауырмашылығы ерекше еді. Әсіресе енді мен өзім Аллаға ризамын, осы бауырларыммен қажетті болса бірге жүріп, бірге тұрып Алматыда жүрген жөнімізде бірге жүріп, бір жерде тұрып, өмір сүрдік. Тамаша жақсы кезеңдер болды. Жақсы әнмен жездесін еркелетіп, барлық сөзін айтатын сөз еді. Жездесі әлі есімде осы уақытқа шейін 91 болса да Болатты есіне алып отырады. Осы соғыстың ақылмен, тілмен көп мәселені дейді анық. Бүгін мен сондай ризамын. Мына жағынан тапсырып жатсыздар. Мына Болат ағамның осындай дәрежеге, осындай достары, осындай білімге, бәріне ықпал беріп, қасында жүрген Тазакүл деген жеңгем бар осында. Қол шапалаққа қойыңыздар. Мына Тазашка жеңгемнің дастарханында сол Болаттың бүкіл туыстары, бүкіл бауырлары, достары сол дастарханның арқасында Болат ағасы осында елге халыққа танымал болды. Мен бүгін мына Тазакүл, сен өте ақылды анасың, ақылды
берілген сондай жар болдың. Мен саған өте ризамын. Туыстардың атынан осы жеңгемнің денсаулығы үшін деп, Қазақкөл үшін деп көтеріп қойыңдаршы. Бүгін қаншама ақкөңіл, ақ жарқын, жомарт болса да ешкімге басын дейін, намысын таптатпай, тік жүріп турасын айтып өмірден өтті. Болат ағамыз егемен еліміздің қазіргідей қарыштап дамуына елеулі үлес қосты. Ол жеке басының мүддесі мен елдің ерлігін, болашағын бірінші кезекте қойған адам еді. Ауылдың суы, ауылдың суы аңсақты, күйген тірліктің түрген шулары шаршатты. Sen pремьер-министр болсаңшы, ол кезде премьер-министр Акажан келді. Мен ол кісіні жақсы білемін. Ана постановление по передаче системы профтех мен тұру қойылмай жатыр. Мен экономики, мен финансы қарсы келіп, келісім бермей жатыр. Сонда мен жетіп кеттім, Алматыға Акажанның приемында отырмын. Бір кішкентайдан кейін Акажан өзі шығып, Назарбаевқа барып, жарты сағаттай бөгеліп, мені қолыма алып, өз кабинетіне кіргізді. Акажан не деді? Ағам, бүкіл ағам, маңдай постановление дайындапты. Сен қолымды қойып берші. Сонда Акажан сөзге келген жоқ. Қойып берем деді. Сонда бір айдан кейін бүкіл ағам звондайды. Шәке, Шәріпхан, постановление қолын қойды. Міне шампанскийді бәрін құйып қойды сенің. Бұл жылмен тұспа тұс келіп, керемет сәт болды. Сондықтан барлықтарыңызды осы күнге жеткеніміз үшін, осы күн үшін және Болат ағаның мынау еңбегінің, артынан алған өсиетінің мәңгілік болу үшін құттықтағым келіп отыр. Бүгін бұл жиынға біз арнайы Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі атынан, сонымен қатар Болат Әбдікәрімұлы соңғы жылдағы өзінің өмірінің соңында жұмыс жасаған Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті атынан келді. Министрлік атынан Есенғазы Нұрпейұлы Иманғалиев, университет атынан университеттің бірінші проректоры Айтжан Мұхамеджанұлы Абдырап келіп, ол кісілер басы қасында болып, жаңа енді жұмыс бабына байланысты асығыс кетіп қалды. Бірақ колледж директорына осы жаңа оқу жылымен құттықтап, арнайы министрліктің құттықтау хатын және де университет ректоры академик Біреуовтың құттықтау хатын жолдады. Это очень много. Видимо, футбол был назначен стать он был скромный, причем элита местного коллектива, все учились пахать. Түсірмеймін әдемілік.
көремін. Вот елу жылдай бірге болдық. Мыңда бір рахмет балақаға. Сол енді юбилейіне жазған сөздері бар еді. 70 жылдығына, кешіріңіздер орысша. Барлықтарың түсінесіздер ғой. Соны так да айтып берейін. У Боке сегодня праздник. Юбиляр наш знаменит. Президент об этом знает. С поздравлением спешит. Вы такая глыба знаний, глыба мудрости, ума и достойны всех регалий, что вам выдала страна. Вы позволите, Боке, я скажу вашей жене. Рядом с вами монолит, щедрый сердцем, сильный духом, вам с любовью говорит. Дорогой моя родная, нам с тобою по пути, по стене науки рядом ты со мной должна пройти. Рядом будь на пьедестале славы, чести и добра. Ведь для том, гостиния ты мне тоже помогла. Көп салалы жұмысқа көп еңбек сіңді. Себебі ауыл шаруашылығы, олар қажетті техникаларды білуге маңындағы еңбек түрлері, жақпыдағы техника, жарық беру техникасы, электр, слесарь, шашқалас, тігінші, тағы бүкіл адам бірліктерінде бәрінен хабар болып, қоғамның жастардың жұмысшы мамандығына дайындауда шаршамай, шалдықпай, ренжімей, сүйіспеншілікпен көп еңбек етті. Сонымен бірге өзім де білім мен қарым-қатынасып отырды. Өкіл қоғам әлеммен қарым-қатыса отырып, көп оқыды, бойынан тоғыды. Оны келе жатқан жастарға берудің жолын бізде қоршаған ортасына бере білді. Бұл өзі таңдама саласындағы білімін жинақта, экономика бағытында кандидаттық қорғады. Одан әрі әл-Фараби сөзіндегі тәрбиесі берілген білім апатқа тарады деген қағиданы тірек етіп отырып, тәлім тәрбие жағынан педагогикалық білімнен жоқтығын қорғап, бүкіл ісін теориялық түйінге әкеліп тіреді. Және оқыту әдістері құралдар, бір сөзбен айтқанда 13 томдық кітап жазды.